дұғаны бірінші өзімнен бастап тілейін бе, жоқ әлде басқа мұсылмандарға тілеп алып одан кейін барып өзіме тілейін бе деп көп адамдар сұрап жатыр. Дұрыс, дұғаның реті бар, ол Құранда да келген. Мысалға қасиетті Құранда «Вастағфир ли зәмбика валил муъминина вал муъминат» деп келеді. Күнәң үшін Алладан кешірім тіле, және де мүмін ерлер менен мүмін мұсылмандар үшін кешірім сұра деп келеді. Немесе тағы бір Құранның аятында «Роббана ғфирли», Раббым мені кешір, «Вали валидайя», менің ата-анамды кешір, «Валил муъминина яума яқумул хисаб», және де есеп күні барша мүміндерді кешір деп келеді. Сонда дұғаның реттілігі ең бірінші өзіңіз үшін Алла тағаладан жақсылық берекет тілейді екенсіз. Одан кейін барып екінші ата-анаңыз үшін берекет жақсылық дұға тілейсіз. Ал енді үшіншіден жақындарыңызға және де барша мүміндерге арнап тілеу қажет екен. Дұғаның реттілігі осындай болады.